Бір күні бір кедей жолаушы түнде келе жатып байдың үйіне жолығады. Ақсақал, құдайы қонақпын, бір түн түнеп шығайын депті. Бірақ бай оны үйіне кіргізбей, суық сарайға қондырады. Келесі күні жолаушы рахметін айтып, ары қарай кетеді. Келесі түні ол бір кедей отбасының үйіне келеді. Олар жолаушыны құшақ жая қарсы алып, төрге отырғызып, барымен сыйлайды. Бірақ таңертең жолаушы аттанып бара жатып, шатырларың опырылып, ортасына түссін деп бата береді. Кедейлер бұл ауыр сөзге қатты ренжіп қалады. Сол түні олардың жалғыз баспанасы шынымен қирап қалады. Ақсақалдың қарғысына ұшырайтындай, не істеп қойдық екен деп қатты мұңаяды. Алайда үйіндіні тазалай бастағанда, олар құлаған шатыр астынан көне заманнан қалған бір сандық алтын тауып алады. Сөйтсе, жолаушы жай жолаушы емес, Қыдыр ата екенміз. Үйдің шатырында байлық жатқанын біліп, олардың бақытына жол ашқан екен.